Танымал әнші жайлы жылдама ақпарат тарады. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермен, сүйікті әншіңіз жайлы ең үздік және де ең қызықты жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Кешірім сұраймын. Әнші Төреғали Төрәлі халықтан және де әйелінен кешірім сұрап уәдесінде тұра алмағандығын жеткізді. Танымал әнші Төреғали Төрәлі әлеуметтік желіде видео жариялап, көпшілікпенен жұбайы Толқыннан кешірім сұрады деп хабарлайды Алаш.кз ұлттық порталы. Өнер иесі видеода уәдесінде тұра алмағандығын әзіл қалжыңменен жеткізді. Оның айтуынша, ол таңертең ерте тұрып жүгіруді бастайтындығын айтып уәде берген. Алайда бұл жоспарын орындамағанынан мойындап, халықтан және де жары Толқыннан кешірім сұрады. Толқын, сенен де кешірім сұраймын. Уәде бердім, орындай алмадым. Таңертең ерте тұрып жүгіремін деген едім. Өкінішке қарай жүгірмедім. Ертеңнен бастап жүгіремін. Құдай қаласа, деді әнші күле отырып. Айта кетейік, бұған дейін де өнер иесі денсаулыққа көңіл бөліп спортпенен шұғылданатындығын айтқан болатын. Енді әнші уәдесінде тұрып жүгіруді қолға алатындығын жеткізді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Достарыңызға үлесіп сау саламатта болыңыз.